Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен лимон қосылған кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл кекстің тіпті глазуріне де лимон қосылады және де өте дәмді болып шығады. Дайындалуы өте тез әрі жеңіл. Видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бастысы, біздегі барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Жұмсақ сары майды араластырамыз. Кейін қант қосып, біркелкі болғанша миксерлейміз. Келесі кезекте жұмыртқаны бір-бірлеп, толықтай араластырып отырып қосамыз. Кейін бір лимонның цедрасын ұсақ өткіштен өткіземіз. Және сол бір лимонның шырынын қосамыз, ол шамамен 60 мл. Кейін ұнға қопсытқыш қосып араластырып, міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Біздің қамырымыз дайын, енді оны қалаған формамызға құямыз. Егер темір форма болса, не сары май жағып, не пергамент төсеуіміз қажет. Кексті 170 градуста қызып тұрған пеште шамамен 40-50 минут пісіреміз. Толықтай піскенін ағаш таяқшамен тексереміз. Таяқша құрғақ болып шығуы керек. Енді үстіне жағатын глазурды дайындаймыз. 100 грамм қант ұнтағына 2 ас қасық лимон шырынын қосып араластырамыз. Және де кекстің үстін қалауларыңыз бойынша әсемдесеңіздер болады, бірақ ол міндетті емес. Біздің кексіміз дайын болды. Осы лимон қосылған кекс барша кекстердің патшасы деп бекер аталмаған. Шынымен өте жұмсақ, әрі ерекше дәмді болып шығады. Сонымен қоса өте қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Егер сіздер бұрын дайындап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде кеңес етемін. Сіздерге ұнайтынына күмәнім жоқ. Әлі алда өте көп рецепттер болады. Оларды жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.